Чотам, қалайсыңдар? Бар ма осы менің оқырмандарымның арасында ауылдың жігіттері мен қыздары комментарий жаза кетіңдерші? Я, біз қазір Астана қаласының шетіндегі бір ауылға келдік. Саумалы ішу мақсатында күнделікті ішіп жүрміз, істеп, собой қымыз алып кетеміз. Ауылдың есі керемет айтшы дұлат. Кайф қой. Қысқасы, бүгінгі видеода мен сіздерге ауылда жатып та ақша тауып болатын стратегияны көрсеткім келіп тұр. Ол көп энергияны қажет етпейтін стратегия, себебі сендерде итак жұмыстарың көп. Ояндың ба, болды жұмыс істеп жатсың, ауылдың тірлігі бітпейді ешқашан. Поэтому на дистанции деп аталады бұл, на дистанции торговать ету арқылы сендер керемет табысқа жететін боласыңдар. Барлығы өте оңай. Кім трейдингті совсем ноль. Менің YouTube арнамда импульс және коррекции и таймфреймі дейтін екі видео бар. Бұл трейдингтің основасы, базасы. Қарап шықсандар болады. Әзірше стратегияға көшпес бұрын, достар. Именно YouTube оқырмандарына бүгін менің сыйлығым бар. Жалпы қараңдаршы, опытный трейдерлер менен консультация алу мақсатында 150 мың теңге бір сағатыма төлейді. Мен араларында 10 адамды таңдап, тегін консультация өткізетін ойым бар. То есть Zoom арқылы біз сіздермен тет-а-тет сөйлесе отырып, сұрақтарыңа жауап берем, жеке өзім, короче говоря, консультация беретін боламын. Вдруг сен трейдинг саласына келгің келеді, үйренгің келеді, бәрін ашып, шашып, алдың әкеліп, түсіндіріп, бірге, может быть, сделка ашып кетеміз. Қысқасы, осы видеоның астында сілтеме арқылы тіркелген кезде менеджерға YouTube дейтін сөз жібересіңдер болды. Бұл, значит, тегін Zoom разборға тіркелемін деген сөзді білдіреді. Ал сәттілік стратегияны біз бастайық. Мен сендерге стратегияны телефон арқылы көрсеткім келіп отыр. Бұны ноутбук арқылы қолдануға да болады. Но көптеген оқырмандарында ноутбук жоқ екен. Әсіресе ауылда қайдағы ноуттың бәрі там қалада жүрген студенттерге беріп қоямыз да өзіміз телефонмен жүре береміз. Сондықтан сендерге трейдинг видеоның приложениені жүктеп алу керек болады. Ноутбуктан ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен қазір сендерге оны көрсетіп дәлелдеймін. Қараңдар, сендер кез келген бір монетаны ашасыңдар. Мысалы үшін мен BNB USDT криптовалютасын ашып қойдым. Және қараңдаршы, плюс деген тұр жанында. Плюсты басқаннан кейін индикаторс деген бар. Индикаторс деген жерге өтесіңдер де поисқа жазасыңдар МАКД деп. Жоқ, достар, бұл бұрынғы МАКД емес, қазір мен сендерге жаңа амалын көрсетемін. Міне Moving Average Convergence бірдеңке Divergence деген бар, в общем, соны басасында бірінші тұрған. Бұл МАКД былайша айтқан кезде ұзақ сөздердің қысқартылуы ғой. Қосылғаннан кейін төменгі жақта сендерде менікінде индикатор шығады. Төменгі жағын көрсетіңдер өздерің. И вот, сендер байқапсыңдар, BNB монетасында 4 сағат таймфреймда, бұл жерде именно 4 сағат таймфрейм керек, чтобы ұзақ мерзімді на дистанция ақша табу үшін. Қазір біз сендермен уровень сопротивления белгілейміз деп. Енді қараңдаршы, осы уровень сопротивлениенің бойынан төмен кететініне сигнал беретін зат, ол осы МАКД индикаторына қарайтын болсаңдар, қызыл мен көктің қиылысып кері бұрылуы. То есть мен сендерге қазір көрсетемін. Мысалы үшін бізде қараңдар, бұлайынан бір түсіп кетіп барады, допустим, бұл бізде қызыл, және оның артынан дәл астында тағы да бір кетіп бара жатқаны көк түсісі істеп. Потом әбден екеуі теріс бұрылады ғой, осы қиылысып тұрып. Яғни ары қарата бұл сигнал ретінде береді. Бұндай сигналдарын беру үшін сендерге әрине қосымша подтверждение керек, ол жаңағы уровень сопротивления. Енді қараңдар, біз дәл қазір BNB монетасы осы сопротивление келіпті. Рано или поздно бұл төмен кетіп қалуы мүмкін. Бұл, конечно, бізге разворотный потенциал. Осы мезетте МАКД индикаторын қарайтын болсаңдар, бізде жылайтынына екі қиылыс төмен кету керек. Сендер аласыңдар да, қиылатын жері мына жақ болады ау деп примерно направляйте, ол төменгі жақ қой. Потом плюс тұр ғой жанында, сол плюсті басасыңдар. Не болды, добавили будильник, өсіп сендер будильник қойып қоясыңдар. Дәл солай, разворотный потенциал бізде, достар, осы импульстің әрине ол төменгі минимум болады. Осы минимумы. Осыған сендер тоже будильник қойып қойсыңдар болады. То есть төменгі уровень кесілсе, сопротивление бойынан төмен кетті деген сөз, және МАКД сендерге қосымша бір сигнал беретін болады. Именно осылай сендер на дистанция ақша таба аласыңдар. На дистанция дейтін әртүрлі монеталарға, валюталарға өстіп будильниктер қойып кетесің де болды. Өз шаруамен жүре бересің там. Не істейсің там? Сиыр сауасың ба, үйді ақтайсың ба, баня жағасың ба, без разницы. Міндетті түрде осы мобильный қосымшадан жаңағы жерге баға барған кезде немесе МАКД индикатор тиген кезде саған будильник келеді. Прям приложениедан ашасың, қарайсың, есіңе түседі, резко әрекет етіп, сделка жасап ақша табасың. Сол достар, Zoom разборы тіркеліп менің толық консультация алу үшін осы видеоның астына сілтемені басыңдар. Каналға лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Кім ауылдан жазып кетіңдерші.